Ахмет Байтұрсынұлы «Айна мен маймыл» мысалдары. Айнаның қарсы алдына маймыл барып, айнадан өз суретін көре қалып, аюға жандағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалып. Бұл кім өзі мынау перін? Білмеймін, қайдан шыққан мұндай көрім. 12 мүшесінің бір оңды емес, көз салып қарап тұрсам әрбір жерін. Мен бұған тіттей ғана ұқсасып жатқан. Қаптесер келіп айтты көрт ұшқанға, бір хабар шарлап жатыр жер жақанда. Күн туып біздерге де көз ашқандай, жем болыпты мысық залым арыстанға. Тыныштыққа ол бізді қалдырмас ет, жазасын тартпасын ба бұл дұшпанда. Көрт ұшқан айтты деңіз сонда не деп, бұл хабар рас болса жақсы ғой бек, дүниеде болмастай бір оқиға екен. Байтұрсынұлы қайыршы мен қыдыр. Қайыршы киімі жыртық жалаң аяқ, мойнында ескі дорба, қолда таяқ. Қалада қайыр сұрап жүруші еді, күн көріп бергенімен әркім аяп. Үйіне бай мырзаның келген шақта, қазына салтанатын көрген шақта, ойлайтын мұнан асқан не керек деп, осындай құдай бәрін берген шақта. Отырып алтын күміс арасында, тоймайтын несі дейтін мал мен баққа. Бір күні шаршаған соң демін алып, қатырып ой жарбы отырып ойға қалды, байларға кейбір сараң көзін салды. Ішіп жеп рахатын көрмеген соң не керек деді жиып пұл мен малды. Өлесің артында көп мал қалады, көліне кімнің малы бір барады. Адал сүт емген бала қалса артында, құлып болса асын деді тамсалатын. Осылай жатты кете ойлап жазған, кішкентай лашығында жерден қазған. Аяқта етігі жоқ, үстінде жыртық киім кіркір тозған. Үйіне кіріп келді бір қарт сонда, ақ сақал, ақ сәлделі таяқ қолдан.